Сәлеметсіздер ме достар, бүгін сіздерге ВКонтакте ID қалай ауыстыратын көрсетемін. ВКонтактеға кіресіздер. Именно страница. Настройкаға кіресіздер. ID ауыстыру үшін учетная запись деген бар. Сосын на короткое имя деп тұрады. Міндетті түрде басында email не сондай тұру керек, короче. Мынандай тұру керек, қазір көрсетемін. Мынандай тұру керек. Енді атымызды жазатын болғамыз. Менің атым Досан. Маған недоступный формат дейді. Досан мен атымды жазсам 27/2003 12 ай. Неге осылай қойсам да болады. Немесе Досан 2003 осылай қойсам болады. Бәрі недоступный формат. 2012 дик. Это болмады. Что-то заряд өліп. Сан 2. Міне. Осылай. Қазір загрузка етеді басында. Что-то. Сообщение не келеді телефондарыңызға. Сообщение келетін болады. Менің страничкамыз. Скачать 92-511. Қандай еді? Окей, тоқтаңыздар. Қандай сообщение? 92-511. Дұрыс па, достар? Трафтек код. Трафтек кодты басамыз. Міне, атымыз өзгереді. Қолда. Және де пароль ауыстыру. Изменить парольді басасыздар. Бұрынғы неге парольдарыңызды жазасыздар. Жаңа пароль және жаңа қойған парольдарыңызды қайтып жазатын боласыздар. Мына номер телефонын бұл жерде, короче, нерден номеріңізді жазасыз және номерді ауыстыруға болады. Сау болыңыздар, достар. Менде заряд өлді. Друзья тастаңыздар, описаниеда болады. ID немесе осы 92 деп тауып алсаңыздар да болады. Сау болыңыздар.